Армысыз? Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы. Бір елдің басшысысыз, беделісіз, халықтың халі нашар, ызасы от, мен сізден сұрайын неге мұны? Халықтың айтар болсам жағдайын, санасын басып алған саруайым. Сөзімнің жететінін білгендіктен, жалынып, жалған мақтап не қылайын? Халықты шенеуніктер қанап отыр, қаңғыған көшерлерде қабып отыр. Жаңа басшы жаңа жолға бастай ма деп, үмітпен күліп жұрт қарап отыр. Салғанмен Астанадай шаңырақтар, далада түгел ауыл қаңыраптыр. Шуылтыңдап бірде анда, бірде мұнда, жалтаңдап не істейміз деп жамырап тұр. Мен үйренген азапқа да, мазаққа да, сабыры ұлтымыздың ғажаптары. Көп ұлтты Қазақстан дегенменен ұлттардың ең сорлысы қазақ қана. Бас құрбан, елім үшін жүрек құрбан. Мәнсабым жоқ, тек мәнсапқа тірек қылған. Әуелі Құдай, сосын қалың қазақ. Сонан кейін тыным бермей саналуда. Қамқорым жоқ, тіреп тұрған ел дегенде экстремист саналуда, тергеусіз, тексерусіз қамалуда, полиция, комитет, прокурор, сот. Сонан кейін тыным бермей қаналуда. Қол ұшын бере алмай қиналғанда, биікке тым көп иналбауға, ақ орданың шеттерінен қанағатсыз қансыз жиналғандар. Сіздің жақ тек мейірімді ұнатады, ол біздің еңсемізді құлатады. Араз айтқан ауылдың мұғалімі, неге зорлап кешірем сұратады. Ел тозбас, бастауысы болса мықты, бабалар баққа жетер жол салыпты. Айыбымыз болса айтыңыздар, өкіметке не жазып едік соншалықты. Осыған дейін қалай амалдадық, тыныштық бұзылар деп алаңдадық. Өзгерісті сайлауды таба алмадық. Қашанға осыларды бұғамыз деп, қашанға ашуымызды тығамыз деп. Қураған шөп секілді халық отыр, бір күні алаңдарға шығамыз деп. Әзір тыныш болған соң үміт әлі, ол сөнсе халық бәрін ұмытады. От қураған шөп, айтыңызшы, ол өртті кім ұнатады? Жан емеспін, жақсыны аралайтын, жайларым көп, жүрегімді жаралайтын. Айтыңызшы, аң-шың билік кімге керек? Көк туды қорғауға жарамайтын. Жә саған, басымызды қатырмасын, артық сөйлеу әрқашанда балаға сын. Хан құрметтеу бар еді салтымызда. Салтыңызбен сыртыңыздан дыңқыңызға келгені шақ немесе бір тілік жеріміз сатылмасын. Үшіншісі келімсектер келіп алып, құл-құлы бізе бүктіріп қатырмасын. Шынымен қазақ үшін қорған болсаң, орман болып қазақ тұрар артыңызда. Алаға, елдің сөзі осы болып тұр. Не деп жауап берейін халқыңызға?